Армысыздар қымбатты тыңдармандар. Қызықты әңгімелер арнасына қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Жаз мезгілінің аяғы қарындасым көрші облысқа өз еркімен тұрмысқа шығып кетті. Содан біраз өткенде күз аяғында күн салқындаған кезде той күнін белгілеп құдалар шақырады. Әке-шешем қызға бар жасау жабдығын, төсек орнын сайлап дайындалады. Әулетіміздегі әрбір отбасынан бір адам ғана қосылып, 14-15 адам барамыз деп шешеді. Себебі жол ұзақ, той артынан құдалық жалғасады. Бір күн қонып асықпай ертесіне кері қайтамыз деп ойлайды. Сонымен той күні жақындап, тізімге іліккен адамдар қалаға менің үйіме жиналып, ертелеп таң ата шығатын болдық. Ауылдан келген әкем менің ұлымды да ертіп бармақшы болды. Себебі ұл немересі осы біреу еді. Таңертең бәріміз бір жеңіл көлік, бір мини автобуспен жолға шықтық. Жол бойы әйелдер бөлек, еркектер өздері отырып, әңгімелесіп, түс ауа құдалар ауылына да жеттік. Олар бізді жақсы күтіп алып, ары қарай кафеге тойға бардық. Той керемет, сый-сияпат көрсеткен құдалар ішпесімізге жанымызды қоймады. Үлкендер де, барған әйелдер де ішпегені қалмады-ау. Мен әкемнің көзінше темекі де тартпайтынымды білгеннен кейін құдалар сыртқа алып шығып әбден сыйлап, өзім де біраз сілтеп алғанмын. Тойда құдаша құдағилармен билеп, той өте көңілді, жақсы өтіп жатты. Билеп жүргенде бізбен келген жеңгем ары өтсе де, бері өтсе де, жанай өтіп, қағып кеткенсіп еркелеген кейіп танытып жүрді. Солай қызды мен дүркіреп тойда аяқталып, қонақтар тарқады. Біз жаңадан келген барлық құдалар құданың үйіне барып, қонып дем алатын болдық. Құданың үйіне келіп, үлкендер жағы шаршадық, дем аламыз деп үйге бірден кіріп кетті. Ал біз жастар жағы далада тағы да билеп, тойды біраз жалғастырдық. Жолдан шаршағанымыз бар. Күнде суытқан соң демалуға үйге әйелдер менен бұрын басқасы да кіріп кетті. Мен темекі шегіп, біраз тұрып қалып, кейін мен де кірдім. Жастарды бөлек басқа бөлмеге жіберіп, үлкендерге қонақ бөлмеге төсекті жаппай жерге салыпты. Әйелдер бір шетіне қарай, ерлер бір шетіне қарай жатып алыпты. Қақ ортада шекара қылып, менің кішкентай ұлымды жатқызып қойыпты. Ол да пысылдап ұйықтап жатыр екен. Жолдан күні бойы шаршап келген құдалардың алды қорылдап, ұйқыға әлде қашан кеткен екен. Баламның қасында әжептәуір бос орын болған соң, жарықты сөндіріп, қасына жатып ұйықтап алайын деп қисая кеттім. Аяқ жағымда жатқан көрпені алып, жамылып, жақсылап ұйықтап алайын деп жатқанмын. Бір уақытта бір қол көрпенің астынан иығымды сипағандай болды. Көрпені ашып, көрші бөлмеден түскен жарықпен сығырая қарасам, баламның ар жағында жатқан жеңгем екен. Мен басында сасып қалдым. Содан соң дереу есімді жиып алдым. Ұйқым ашылып кеткен. Өзімнен 10 шақты жас үлкендігі бар жеңгеммен әзілдескенім болмаса, мұндай қатар жатып көрмеген екем. Содан іштегі от бар, батылданып, мен де қолымды жүгіртіп, жауап қайтарғандай болдым. Екі ортада бала, екі жағында жеңгем екеуміздің қолдарымызбен аймаласа бастадық. Ол кісі 40-тан асқан қатты ажарлы болмаса да, 5 баласы болса да, дене пішімі жақсы сақталған әйел еді. Солай жатып, қолым анарына тиді. Бала ембеген жас қыздың анарындай тығыз, пиялай сияқты доп-домалақ екен. Содан есім кетіп,
Сумаңдаған қолдарымыз белге қарай сырғи берді. Алтын балғам қақиып атып тұрды. Сөйтіп жатқанда келесі бөлме жарығы сөніп, бөлме тас қараңғы болды. Осыны күткендей біз де батыл қимылдай бастадық. Менен ары жатқан ер адамдар тегіс ұйқыға кеткен, сықылды. Бір қалыпты тыныстап, кейбірі қорылдап жатыр. Ал әйелдер жағын білмеймін, бірақ тырп етпей жатыр. Оған қараған біз жоқпыз. Бір уақытта жеңгеме бері кел дегендей қолыммен белгі бергендей болып едім. Ол көтерілді де, мен жалма-жан ұлымды ары жатқызып, жеңгем лып етіп қойныма кірді. Біраз аймаласқан соң екеуміз бір бағытқа қарап жатып, тар жерде айнала тола адам, екеуміз де тым-тырыс ұялмай тірлігімізді бітірдік. Төсекті былғап, баланы орнына жатқызып, түк болмағандай ұйықтап қалдық. Осылай жеңгеммен құдалықта бірінші рет ойнас болдым. Ертесіне құдалықта төсек орынды көрсетіп, киіт таратып, барлық жөн жоралғыны көрсетіп, пысық сынып, басты рөлде ойнап жеңгем жүрді. Мен де сыр білдірмей, ішімнен риза болып, бәріміз аман есен қайтадан қайттық. Келгеннен кейін жеңгемнің тып-тығыз пиялайдай қосанары мен жақсы сақталған мүсіні біраз есімнен кетпей жүрді. Бірақ немере ағам жеңгемнің күйеуін көрсем, ішімнен ыңғайсызданамын. Ағам жеңгемнен әжептәуір жас айыр алшақтығы бар. Үлкен кісі болған соң ба, жеңгем еш нәрсе болмағандай жүре беретін сияқты. Бір күндері жұмыстан командировкаға басқа қалаға бір аптаға кетіп қалдым. Келе жатып жолда келіншегіме хабарласып, мен келе жатырмын, кешке дайындал десем, ауырып тұрмын, үміттенбей-ақ қой деп көңілімді су сепкендей басты. Содан өз обалың өзіңе деп жеңгеме хабарласып едім. Ол қоңырауыма дереу жауап берді. Мен де күтіп жүр едім, деді. Мен қалаға түс ауа келсем, жалдамалы пәтер дайындап қойып, мекен жайын айтты. Содан екеуміз құмарымыз тарқағанша ешкім жоқ. Кең, оңаша жерде бар білгенімізбен бөлісіп, қимылымыз үндесіп жатты. Бір уақытта соңында ол үстіме шығып алып, есімнен тандыра ләззат сыйлағанда, әйелдер сияқты менің де даусым еріксіз шығып жатты. Өз әйелім бар. Басқа да әйелдермен дәл мұндай төсек қатынасын өмірімде көрген емеспін. Талықсып біраз жатқаннан кейін тұрып, жуынып жүрсем, басым айналып, көзім қарауытады. Сол күйі екеуіміз шығып, екі жаққа үйімізге кеттік. Үйге келіп, келіншегіме жолдан шаршап ауырып келдім деп бөлмеме кіріп жатып қалдым. Жол бойы көлігімде қан қысымым түсті ма, көтерілді ма, білмеймін, әйтеуір бір түрлі күй кешіп келдім. Содан бері жеңгемнен қашқақтап жүретін болдым. Сол жеңгем қазір жасы 50-ден асқан, бала санымен зейнетке шығып, немере сүйіп әже болып жүр деп әңгімесін аяқтады автор жігіт.